Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сәтбекқызы. Бүгін мен сіздерге гүлманты деп аталатын орамал нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Мен етпен емес асқабақпен жасадым, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеле кетіңіз. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы қажет, сол кезде жақсы болып шығатын болады. Бір жұмыртқамызды ұнымыздың үстіне салып, суымыздан құйып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап қойамыз. Бізде қамырымыздың иі қанып тұруы қажет. Ал енді ішіне салатын салмасын дайындауға кірісеміз. Картошкамызды, пиязды, асқабақты осындай кубиктап және де майдалап турап аламыз. Және мен осылай асқабақты теркадан өткізіп қостым. Майымызды да кубиктап, майдалап турап аламыз. Мен дәмінің жақсы болғанын қалап укроп қосып және де қара бұрышымызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Бізде фарш дайын. Тестамыздың иі қанып өте керемет болып тұр. Мінекей 4 күлше шығардым. Мен сіздерге астына описанияға 2 күлше шығатындай рецепт жазып қоятын боламын. Және де осындай қылып біздің қамырымызды жұқалау қылып жайып аламыз. Осындай кескішпен болмаса пышақпен кессеңіздер де болады. Бірде-бірде бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты кіші емес, қатты дәу емес болуы қажет. Ортасына фарштарымызды салып шығамыз. Орамалнан оңай оралу үшін шеттерінен бірнеше бөлік тастап осылай түйеміз. Және де видеода көрсетілгендей улитка ретінде, яғни ұлу ретінде орап шығамыз. Мінекей бізде гүл тәріздес орамалнан шықты. Сіз оны гүлманты деп немесе ханым деп атасаңыз да болады, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мінекей осындай біздің гүлмантымыз дайын. Енді 35 минутқа пісіруге жібереміз. Бізде 35 минут өтті. Гүлманты өте керемет, әдемі болып пісті. Асқабақпен өте дәмді әрі пайдалы. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен гүлмантының үстіне осындай қаймақ жақтым. Керемет дәм береді. Болмаса жақпасаңыздар да болады. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Менен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, барлығын жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздермен бірге болған Келінка Майра Құлан.